Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай кереметтей көп ешкімде кездесе бермейтін баклажан салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Бір отырғанда дастарханда желініп кететін, сондай жұмсақ, нәзік болып пісетін, нансыз да нанмен де желінетін тойымды салаттың рецептісі құрамы төменде көрсетілген. Ендеше бастайық достар. Әрине бұл салаттағы маңыздысы баклажан, болгарский перец және пияз, морков, және де оның ішінде маринадтағандай қылып жасаймыз. Ол кезде 9% уксус қажет болады. Соның бәрін суға араластырып дайындап алатын боламыз. Шекерімізді, тұзымызды салып, оның барлығын видео барысында көретін боласыздар. Ең алдымен баклажанымызды турап алайық. Осылайша дөңгелек етіп турайтын боламыз. Сәл қалыңырақ етіп тураңыздар. Сіздерге көрсетейін. Мінекей осындай етіп тураңыздар. Себебі пісу барысында өте жұмсақ болып кетеді. Сол себепті жұқа турамаңыздар достар. Осылайша барлық баклажандарымызды дөңгелек етіп, қалыңдау етіп турап алатын боламыз. Сіздерге бір қауіпті нәрсе айта кетейін. Осы салатты жасағаннан кейін үй ішіңіз сізден қайта жасап беруіңізді сұрайтын болады. Мінекей баклажандарымызды турау барысындамыз. Барлығын турап болғаннан кейін осындай бір ыдысқа табаққа салып жинақтайық. Содан кейін үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, жарты шай қасықтай жарайды. Соны сеуіп, жақсылап араластырып, кем дегенде 20 минуттай тұруы керек. Сол 20 минутымызды пайдаланып, қалған ингредиенттерімізді турап алып, дайындап алайық. Мінекей қолдың көмегімен осылай жақсылап тұзы араласқанша араластырып аламыз. Ендеше болгарский перецімізге кірсейік. Мінекей осындай жұқа етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Бұл бұрышты сәл жұқалау етіп турағаныңыз дұрыс, себебі қатты пісірмейміз, сәл ғана жұмсарғанын күтіп пайдаланатын боламыз. Оның барлығы видео барысында көрсетіледі. Видеомды соңына дейін тамашаласаңыздар, көретін боласыздар. Мінекей барлық бұрышымызды, перецімізді турап болудамыз. Оны да бір жеріне тарелкаға жинақтап қояйық. Содан кейін пиязымызды турауға кірісетін боламыз. Пиязымыздың көлемін полукольца, яғни жарты сақина тәріздес етіп тураймыз. Жұқа етіп турағаныңыз дұрыс, себебі қазір майға қору барысында тез қуырылып, жұмсарып кетуі қажет. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды, және алдағы уақытта және тағы көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей пиязымызды турап болдық. Енді сәбізімізге кірсейік. Оны жіңішкелеу теркадан, яғни үккіштен барлығын өткізіп алғаныңыз дұрыс. Себебі майға қуыру кезінде тез жұмсарып, тез пісетін болады. Ірірегін пайдаланбаңыз. Үккішіңіз сәл жіңішкелеу болғаны дұрыс. Мінекей сіздерге жақындатып көрсетейін, осындай болып шығады. Ендігі кезекте чесногымызға, яғни сарымсағымызға кірісетін боламыз. Сарымсақты пышақтың көмегімен де ұсақтап турап шығуыңызға болады. Менде осындай арнайы кішігірім әп-әдемі үккішім бар, содан өткізетін боламын. Достар, сіздер де мен секілді сарымсақты жақсы көресіздер ме? Қандай тамақ болмасын, қуырған кезде де, басқа кезде де сондай хош иісін беріп, тамақтың дәмін келтіреді емес пе? Егер де сізде ұнатсаңыз, комментарийға өз жауабыңызды қалдырып кетіңіз. Ендігі сәтте петрушкамызды, яғни сіздерде қалай айтылады? Ақжелкен деп айтылады, әр жерде әртүрлі айтылады. Осы петрушкамызды ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей көріп отырғандарыңыздай соңғы ингредиентімізді турап, дайындап болып қалдық. Енді болғаннан кейін баклажанымызды алып, тұздалып тұрған қолдың көмегімен сәл сығып алатын боламыз. Сол кезде баклажанымыздың құрамындағы артық су шығады, яғни горечі бірге кетеді, ащылығы деп айтылады ма? Сол ащылығы бірге кететін болады. Содан кейін қуырып бастайтын боламыз. Мінекей видеода анық көрініп тұр деп ойлаймын. Осылайша ылғалы жақсы шығатын болса, қуырған кезде де сізге ыңғайлы болады, яғни ыстық майға салған кезде шашырамайтын болады майымыз. Ендігі кезекте барлығын қуырып алатын боламыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, баклажандарымызды орналастырып шығамыз. Екі жағында қызартып пісіріп алуымыз қажет. Достар, көрдіңіздер ме, сәл майы шашырап тұр. Асығыс істегендіктен баклажанымыздың суы ылғалын қатты сықпап едім. Сіздерде де осылай шашырауы мүмкін, ештеңе етпейді. Барлық екі жағын әдемі етіп, осылайша қызартып алатын боламыз.
Сіздер де мен секілді салатты бірінші көргенде не үшін баклажанның барлығын осылай бір-бірден қуырып жатыр екен деп ойлап жатырсыздар ма? Бұлайша бөлек-бөлек өз формасын қалдырып қуыру себебіміз салаттың түрін келтіретін болады барлығын. Соңында көретін боласыздар. Мінекей баклажанымыздың бәрін қуырып болдық. Енді қалған ингредиенттерін қуыратын боламыз. Ол үшін жаңағы табамызға жаңадан майымызды құйып, содан кейін ең алдымен пиязымызды қуырып алатын боламыз қызартып. Содан кейін сәбізімізді салатын боламыз. Асықпайық, ең алдымен пиязымызды әдемілеп, жұмсарғанша, сәл қызарғанша асықпай қуырып аламыз. Содан кейін осылайша әдемі түске енгеннен кейін барып, теркадан өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, осы сәбізді салу кезінде қараңыздар, егер сұйық майы сәл аздау болып жатса, үстіне сәл-сәл қосып жіберулеріңізге әбден болады. Мінекей пиязымыз бен сәбізіміз қуырылып болып қалды. Содан кейін болгарский перецімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Сәл жұмсардау деген кезде сарымсағымызды үстіне салып, жақсылап араластырып, содан кейін туралған петрушкамызды салып, сәл ғана араластырып, 1 минутқа жетпейтін көлемде оттан аламыз. Қандай салат болмасын, осындай көк шөптерді салған өте әдемі қылып көрсетеді ғой. Сол үшін молырақ етіп салғаныңыз дұрыс. Салатымыздың бұл этапында болдық. Мінекей дайын болды. Оттан алатын боламыз. Содан кейін салатымызды құрастырып бастаймыз. Түбі тегістеу келген ыдысыңызды алыңыз. Содан кейін осылайша дәл видеода көрсетілгендей баклажаныңызды біркелкі орналастырып шығыңыз. Бұл бірінші қабаты, ал екінші қабатына дайын екінші қоспаңызды жұқалау етіп жағып шығыңыз, яғни орналастырып шығыңыз. Осылайша қабаттары қайталана береді. Баклажаныңыз біткенше орналастырып шығыңыз. Өте әдемі болып шығады. Салатыңыз дайын болған кезде кері төңкеретін боламыз, содан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы видеоның соңында көрсетіледі. Мінекей, үшінші слойымыз кетіп жатыр, содан кейін баклажанды орналастырайық. Сосын қалған салатымыздың келесі бөлігінің барлығын салып шығамыз. Достар, естеріңізде болса, видеоның басында сіздерге уксус туралы айтып кеткен болатынмын, қажет болады деп. Ендеше соны пайдаланайық. Ол үшін бізге кем дегенде 50-70 мл су қажет болады. Мінекей, видеода анық көріп тұрсыздар деп ойлаймын. Соған 1 шай қасық шекерімізді, содан кейін 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз ерігенше. Содан кейін 1 шай қасық уксусымызды құйып және тағы араластырамыз. Осы дайын қоспамызды салатымыздың үстіне ақырын ғана біркелкі етіп құйып шығуымыз қажет. Мінекей, салатымызда дайын болып қалды. Осылайша қоспамыздың бәрін үстіне құйып шыққаннан кейін кем дегенде 3-4 сағат холодильникте тұруы қажет. Сол кезде дәмі жақсы, керемет болып шығады. Қазір төңкеріп көрсететін боламын. Мінекей, 3 сағат уақытымыз өтті, салатымыз дайын болды. Иісі қандай керемет болып шығуда, достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, аударып жатырмын. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет болып шықты. Енді дастарханымызға қою үшін шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, басқа әдемі деген тарелкаңызға орналастырып, әсемдеп дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Бұл салатты жасасаңыз, тіпті обедтің де қажеті жоқ. Нанмен жақсылап тойып жеп алсаңыз болады. Өте әдемі болып шығады. Қонақ шақырсаңыз да таптырмайтын салаттардың бірі бірден желініп қалады. Еш қысылмайтын боласыз. Өте тойымды. Достар, енді ренжімеңіздер, бұл менің фантазиямның жеткен жері. Зәйтүн майымен сәл каплялар қалдырып әсемдеудемін, және соңғы штрих петрушкамен әдемілеп шығамын. Сол кезде салатымыз дайын болады. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз керемет салат емес пе? Ендеше сізде салатым туралы өз пікіріңізді қалдырып, видео соңында лайк, комментарий жаза кетіңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.